Әкемнің туған апайы бір түрлі қызыға ел. Жұрт ол кісіні жын соққан деп шет қақпайлайтын. Бірақ сөзі, киім киесі, іс-әрекеті шынымен де жақсы адам болғаннан хабар береді. Қыз кезінде сен тұр мен айтайын дегендей белсенді жиын тойдың гүлі болған. Қазір үнемі тұнжыраңқы күйде ой үстінде жүреді. Тек мені көрсе болды, мәре-сере болып, жас балаша шаттанып, жылы жұмсағын аузыма тосады. Шешіліп әңгіме айтып, екеуміз тәтті-пәттімен дәмдеп, ұзақ шай ішіп отырған едік. Бірде сабақтан босай сала, сол апайымның үйіне тартып отырдым. Қаланың шетінде жалғыз өзі тұрады. Азын-аулақ талы бар. Кішкентай жеміс бақшасында арамшөп жұлып отыр екен. Мені көре сала, дереу қолын сүртіп жіберіп, бетімнен сүйгіштеп, қалбалақтап қонып қалды. Үйге келмеген бір айдың ішіндегі әңгімелерімді шетінен тізіп айтып таусалар емеспін. Өткенде маған гүл берген бала бар ғой, сол ұнамай қалды. Ай, неге? Жібі түзу тәрбиелі сияқты еді ғой. Өткенде ол мені түнемелікке пәтеріне шақырды. Содан ақ ойының арам екені білініп қалды дедім бұртиып. Қазіргі еркектердің сол емес пе? Нағыз жыртқыш. Мынау менің қарындасым-ау, қыз балау деген ой жоқ. Түгел бетімен кетіп, жыртқыш танып алған. Өтірік алдауына сенбе. Үйдегісін жан-жарым, Құдай бере салған отбасым, алтыным деп ақ жүріп, реті келсе қыздарға тиісіп қалудан бас тартпайды ғой жарықтықтар. Тыйыш сабағыңды оқы, жігіт өзі ақ табылады. Солай деші, онда керегі жоқ деп, әлгі жігіттің қылығына көңілі түсіп қалды. Мен апаймен қандай жігіт қандай дұрыста, қандай қимылмен қай жерде не дегенін бүге-шүгесіне дейін қалдырмай айтып беріп отырамын. Ол бала шаңқылдайды. Апайымның альбом боп жиналған фотосуреттері көп ақ. Әрбір суреттің өз тарихы бар. Оны маған айтып беріп, әңгімеден әңгіме шыға беретін. Кезек 3 қыз 2 ұл болып көңілді отырыста түскен фотоға да келді. Мынау жігітіңіз болған ба деп сұрадым, әдейі ішіндегі сұңғақ бойлысын. Апайым суретті қолын алды да терең күрсініп үндемей қалды. Ренжітіп алдым ба деп, мұндайды күтпеген мен де ыңғайсыз сәттен қалай шығарымды білмей, қипыжықтап, көзімді жыпылықтатып кеттім. Ол маған бұрылды да, бұлар менің ең жақын достарым болатын. Бір қателіктің кесірінен олар қазір бұл өмірде жоқ деді. Тура солай деді. Сосын диванға оңтайланып жайғасып алып, мына әңгімені баяндап берген еді. Ол кезде бала едім ғой. Ауылдан қалаға енді келген кезім. Арзан, кішкентай құжыраны жалға алдым. Сондайлық ұнады. Жеке өмірге өздігімнен аяқ басуым. Әрі алда мені тек жақсылықтар мен қуаныштар күтеді деп елестетуімнің өзі тоқшылық сезімін сыйлады. Техникумдағы ортамда сондай көңілдеді ғой. Ән мен би десе дес бермедім. Мен дегенде бәрінің аузының суы құритын. Сонда жүріп осы бесеуіміз дос болдық. Әртүрлі группада оқсақ та жақсы араласып кеттік. Мынау тұрған 2 қыз Айдана мен Дәрия. Дәрия ер мінезді, қызуғанды болатын. Басына қисынды да қисынсыз қандай ой келсе де міндетті түрде барып барлығын жасамай қоймайтын қыңыр еді ғой. Айдана болса Дәрияның кері, ұяң, ұялшақтау, әрі сабақта түгел 5 пен оқыды. Ал мынау екеуі ағалы інілі жүрсін мен қуандық. Байғұстардың әке-шешесі жоқ, детдомның балалары ғой. Сонда да бір көңілдеріне алмайтын өздері. Осының бәрін бастаған Дәрия болды. Бір күні сабаққа 2 өкпесін қолына алып жүгіріп келді. Ентігіп тұрып, оның танысы үйіне өлген адамның жанын шақырып, алда болатын оқиғалар туралы сұрап білгенін айтты. Біз күлдік те қойдық, сенген жоқпыз әрине. Бірақ оны бүгінгі кешке істемесек болмайды деп, ақыры кешке менің жалдамалы пәтерімде жиналатын болып шештік. Алдымен қыздардың ішінде кім бірінші күйеуге кетеді деген сұраққа жауап аламыз деп шуластық. Кеш қарая үйде 4 көзіміз түгел жиналдық. Перделерді түсіріп, үстелдің үстіне май шамын жағып, дөңгелене отырса қалдық. Ақ қағазға әріптерді қатарымен тізіп, табақты төңкердік. Стрелканы да мұқияттап қарап, бояумен сызуды ұмытпадық. Барлығымыз табақтың жиегіне саусақ ұштарын тигізе отырып, ендігі қалғаны әлгі рухты шақыру. Ойлана келе, қайсысың барсың? Сол аруақ келе бер деп жамырасқан хорымыз бөлмешін кернеді. Отырғанымызға 20 минуттан асып кетті. Енді шыны керек жалға бастағандаймыз. Мен ұйқысырап есінеп,
Сол жаққа басымды кенет бұрғаным сол еді, бұрышта тұрған буалдыр қара елесті көріп, аузымның ашылған күйінде қатып қалдым. Елес үнсіз, қозғалыссыз бұлдырайды. Ер адамның бейнесіне келетін сияқты. Жүрегім аузыма тығылды деген сөзді сезініп көрген адам айтады әсте. Ішімдегі қорқыныш тереңге тастап жібергендей мелшиіп қатып қалдым. Балалар менің мелшиіп қалғанды көріп, барлығы сол бұрышқа көз тастады. Әлі есімде. Айдананың көгерген қалпы, ерінің қалай жымқыра тістегені, шыңғыруға шамасы жетпегендей. Сол сәттегі минуттар ғасырға созылғандай, қанша отырғанымыз есімде жоқ. Тыныштықты бұзған сол Дария болды. Қаңғырған рух, біздің сұрақтарымызға қане жауап бер. Атың кім сенің? Үнсіз тұрған қап-қара елес қозғала қоймады. Ортадағы табағымызда. Ей, жауап бер деймін. Сені не үшін шақырдық мұнда? Деп Дария кенеттен дүрс ете қоя берді. Ол маған өзіне ұқсамай кеткендей көрінді. Қуандық болса ақырын жеңінен тартып былай сыбырлады. Дария, жындысың ба? Әруақтармен бұлай қатты сөйлесуге болмайды ғой. Есің дұрыс па? Отыр деп жатты. Ол неге үндемейді енді? Мүсін сияқты қатып тұрған нес деп айқайлаған Дария орнынан тұра ұмтылды. Ол өзін бір батыр етіп көрсеткісі келді. Әлде өзінің ішкі әлемінде бір құбылыс болды ма, маған беймәлім. Елестің қасына жетіп үлгермей, буалдыр бейне жоқ болды да кетті. Мен Дариядан да қорқып кеттім. Елестің алдындағы Дария өзіне ұқсамайтын күмәнді қылықтар көрсетті. Әлде шалдуарлығым екен. Сол түні барлығымыз бірге ұйықтадық. Ұйықтадық деген аты ғана ғой. Ұзақты түн қорқынышты түс көріп, бастырылып шықтым. Әлгі ер адамның қара түнек бейнесі төсегімнің басында тұрғандай, дауысы алыстан емсеміз талып жеткендей түнімен елегізіп шықтым. Таңертеңгісін болған жайда түк болмағандай есімнен шығарғым келді. Бәріміздің сөйткіміз келді. Бұл түннен соң барлығымыздан түн баласы тыныштық кетті. Айдана күнде сабаққа шаршаңғы кейіпте жылап келеді. Буалдыр түнек бейне төсегінің басына отырып алып, түнімен күзетіп шығады дейді. Ал Қуандықтың денесі өз-өзінен кесіліп қалып жүрді. Нетіліп кеткенінен бейхабар болды. Сондай аурудың жаңа түрі екен деп ауруханаға да бармақшы болған. Сондай бір нашар күндер басталды біздің арамызда. Бір күні түн ортасында бойым тоңазып, ояна келсем терезем ашық қалып, сыртта ұйтқи соққан жел бөлмеге жапырақтарды шашып тастады. Көздің қара суығы, айдың сәулесімен барлығы анық көрініп тұр. Орнымнан сүйретіле тұрып, ұйқылы ояулы қалпымда терезені жабуға бара жаттым. Кенет, ол бұрышта үнсіз маған төніп қарап тұрды ғой. Ішімде бір нәрсе төмен қарай зу ете түсіп, қорқыныштан дыбысым шықпай қалды. Ішкі түйсігіммен бұл рухтың қатты ашуына тиіп алғанымызды сезіндім де, жан дүниеммен егіліп кешірім сұрауға көштім. Ебіл-дебіл жылап отырмын. Қанша уақытқа созылғанын білмеймін. Есімді жисам, рух көз алдымнан ғайып болған екен. Бірақ бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Осы оқиғадан кейін достарымыздың ішіндегі Қуандық көз алдымызда өзгеріп сала берді. Бұрын қой аузынан шөп алмайтын досымыз енді бізден бөлінетінді шығарды. Ағасы Жүрсіннің айтқанын тыңдамастан өзіне қарсы шығып жиі ұрсатын болды. Жүрсіннің айтуынша ол мүлдем ас ішуді қойған. Ел ұйқыға жатқанда төсектен тұрып алып ерсілі-қарсылы жүреді. Бәлкім өткендегі жайт әсер етті ма екен деген ойымын айтты. Тағдыр деші, бәрінің осылай аяқталатынын білгенімізде ғой. Шіркін. Кейін ол екеуі техникумға мүлдем келмей кетті. Хабарсыз қалдық. Артынан естуімше, Қуандық ағасын түнде пышақтап өлтіргенде полицияға барып қылмысын мойындаған екен. Өмірде не болмайды десеңші, араласқан ең жақын досы ретінде сотқа бардық. Сондағы аянышты адам көргісі түрін көрсең ғой. Сондағы темір тордың ар жағындағы көз қарасқа көз түйістіру деген мүлдем жан төзгісі еді. Ол туған ағасын өлтіргеніне сенбейді. Қалай жасағаны да есінде жоқ. Бірақ дерек бар. Амал қанша? Тірі адам тіршілігін істейді деп қазақ бекер айтпайды ғой. Шыққыр көзіміз көрді, құлағымыз естіді. Қуандық түрмеде өкпе ауруынан көз жұмды ақыры. Қыршынынан қиылды деген осы. Өте бір ақ көңіл, елгезек, көңілді балалар еді. Қазір айтсаң, сияқты өзімде сенбеймін. Енді қыздардан үшеуміз ғана қалдық.
Мен қорқыныштың кесірінен өмір сүруге мүлдем ынтам жоқ болып жүрдім. Әлгі түсім болса екен, оянып кетсем деген ой дәрменсіз адамның армандағаны осындайда болады екен-ау. Дәрия болса сол қалпы. Оның ойынша бұл жағдайдың барлығы кездейсоқ тағдырдың ісі. Мұның өткендегі рух елеске еш қатысы жоқ деп санайды. Ақыры мен ауылымыздағы көріпкел апаға бармақшы болып шештім. Басқа амал да қалмады. Ауылда мал жоғалса да, адам жоғалса да сол апаға барады барлығы. Айтқаны айтпай келеді. Иманым кәміл. Үстел үстіндегі ақ жаймасын ашып қойып сөйлеп кетті. Қазіргі болып жатқан қайғылы оқиғаларға сенің еш кінәң жоқ. Рухпен бұлай ойнауға, дөрекі сөйлеуге болмайды. Адамдардан тірісінде зәбір көрген бұл рух онсыз да ашулы. Сондықтан тым кекті. Рухтың кім екенін сұрағанымда, ой, қазір әне артыңда тұр ғой, жарығым-ау. Тек сен одан қорықпа, тиіспейді саған. Өзің кешірім сұраған екенсің. Әрі сені жебейтін атаңның аруағымен періштең мықты көрінеді. Тек мына рух сенің ол үйден кеткеніңді қалайды. Тірі кезінде бұл адам сенің үйіңнен 10 метр жердегі үйде көрші тұрған екен. Бір түнде қастандықпен үйін өртеп жіберген. Сол үйде шыжғырылып отбасымен бірге жанып кеткен. Артынан ешкім іздеп бір дұға қайырмаған. Соған ызалы. Сендер келесіңдер де, тірісінде көрген азап аздай ойыншық қыласыңдар. Енді сол маңай түгел осы рухтың мекені. Көпке қалма. Жиналды, көшіп кет қалқам деді. Мұны естігенде әл дәрменім құрып, дүниеден жырақ басқа әлемде жүргенде қорықтым. Сөйтсе де, әбден титықтатқан мына істің соңы боларына іштей қуандым. Десе де қорқынышым сейлер емес. Қызым, тылсымдықтың сырын білмесеңдер, сыртынан жүріп нелерім бар еді. Қазір ғана сенің жақын құрбың өртенген үйдің ішінде жанып кетті. Анау еркек шорағыз кешікпестен Құран бағыштап кешірім сұрасын. Әйтпесе, одан да кегін алмай қоймайды деп, есіктен қоштасып шығып бара жатқанда құлағыма сыбырлап айтып үлгірді апам. Жан дәрменім қалмай, қаладан шарқ ұрып іздеп Дәрияны таптым да, болған жағдайдың мәнісін түсіндіре бастадым. Ол маған бажырайып қарап, мазақ қыла бастады. Мұның бәрі ертегі ғой, көріп келінес, алжыған кемпір ғой, айдаладағы. Ей, сенде бір, әрине, мен де қайғырып отырмын. Бірақ өзің ойлап қарашы, қуандықпен жүрсінді айтпай қояйық. Айдананың үйі өзі бұрыннан ескі ғой. Су тиген соң, тоқ құрылғылары өздігінен жанып кеткен. Мен кешірім сұрай салар едім, бірақ сені алмаймын ғой. Сенің көңілің үшін кешірім сұрауға тырыстым, бірақ ештеңе шықпады. Түсінші деп, өлердегі сөзін айтты. Тылсымға сенбейтін адамдар соқыр сенімнен ада болады ғой. Қайткен күнде де ғылымдағыдай анық болып, барлық дүниені көзіне бажырайтып көрсету керек. Қайтерімді білмегенмен тырнағымды тістеледім. Бұдан соң екеуміз хабарсыз кеттік. Бұрынғы жалдамалы пәтерден кеткенмен тыныштықтың ең үлкен бақыт не екенін түсіндім. Тыныштық, тек жан тыныштығын қаладым да, бір сәт мына дүниеден жырақтап бәрін ұмытуға тырыстым. Өзімді алдап, тек қуанышты, мерекелік шараларға жиі барып, көңілімді түсірмеуге тырыстым. Апта өтпей жатып, Дәрия қоңырау шалды. Бәріне сен кінәлісің, деп айқайлап жылап тұр. Әуелде таң қалғам. Кейін неге мені кінәлағанын әлі күнге дейін түсінуге ақылым жетпеді. Ақыры ауылдағы абыз апайымның айтқаны дәл келді. Ай өтпей Дәрия есінен ауысты. Мамасының айтуынша түні бойы тыныштығы болмаған. Әлде бір ер адам бейнесіндегі елес құлағына сыбырлап, басын күзетіп отырып алып жүрген. Ал бірде таңертең сабаққа оятуға келсе, төсекте шашы жұлынып, денесі тырналған жансыз күйдесінен түскен. Зерттеуде анықталғандай, жүрегі тоқтап қалған екен. Иманды болғырай. Кешірім сұрай салса, осы күнде аман отырар ма еді? Енді міне, қалғаны өзіңе аян. Өстіп, ес ауысқан деген атаққа қалып жалғыз қалдым. Алайда бұрынғы ескі үйге анда-санда Құран бағыштап қайтамын. Қазір ол жер қатты өзгерген, құрылыс жүріп жатыр. Жаңа үйлер бой көтерген. Мүмкін рухта тынышталған болар, кім білсін. Жас едік. Көп нәрсенің байыбындауға бермейтін ақымақ болдық. Автор Қанымгүл Сатай. Құрметті көрермен, назарларыңызға мың алғыс. Аман, сау болыңыздар.
Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.